Сәлем достар. Бүгін біз соңғы кездері көптің аузында жүрген, ерекше эмоция мен терең мағынаға толы «Жеті гүл» көркем фильміне шолу жасаймыз. Экранға жақындаңыз, лайк басып, арнаға жазылып үлгеріңіз. Фильм атауы неге «Жеті гүл»? Фильм атауының өзі символикаға толы. Бұл өмір жолында кездесетін 7 түрлі тағдыр, 7 түрлі әйел затының өмірімен күресі, шыдамы мен сүйіспеншілігі жайлы. Режиссер жұмысы. Фильмнің режиссердің аты жөні егер белгілі болса, өте шеберлікпен бірнеше тағдырды бір арнаға тоғыстырып, көрерменнің жанын баурады. Оқиғалар бір-бірімен байланса отырып, терең философиялық ой салады. Кейіпкерлер мен актерлер, әрбір кейіпкер өмірдің өзінен алынғандай шынайы. Актерлердің ойыны өте сенімді шыққан. Арасында ерекше есте қалатыны басты кейіпкердің аты немесе рөлдегі актер, ол өз рөлін жан-тәнімен сезінгені анық байқалады. Тақырып пен эмоция. Фильмде аналық махаббат, жоғалту, кешірім, үміт және ең бастысы әйел адамның ішкі күші көрсетіледі. Бірнеше көріністе көзге жас келгенін жасырмаймыз. Бұл фильм жүрекке жол табатын кино. Кинематография мен музыка, кадрлар әдемі түсірілген. Табиғи жарық пен атмосфера арқылы эмоцияны екі есе арттырады. Саундтректер де дәл өз орнында. Қорытынды: «Жеті гүл» бұл жай ғана әйелдер туралы фильм емес. Бұл қоғамның айнасы, шынайы өмірдің көрінісі. Өз тағдырыңызды, жақыныңыздың ауыр сәттерін еске түсіретін сәттер көп. Міндетті түрде көру керек фильмдердің бірі деп санаймын. Егер бұл шолу сізге ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Киноны көрген болсаңыз, өз ойыңызды төменге жазыңыз. Сізге қай кейіпкер әсер етті?